Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бананның пайдасы жайлы айтатын боламыз. Банан депрессиямен күресуде көмектеседі. Оның құрамында триптофан заты бар. Бұл триптофанадан қуаныш гормоны серотин синтезделеді. Сондықтан бір банан жеп көңіл-күйді айтарлықтай жақсартуға болады. Банан әлемдегі аллергия тудырмайтын жалғыз ғана жеміс. Тіпті жас нәрестелерде де банан ешқандай яғни сезім тудырмайды екен. Банан сонымен қатар сүйектерді қатайтады. Банан арқасында ағзадағы кальций жиналып тұрады. Қалыпты жағдайда ағзадан кальций сынды пайдалы минералдар зәрмен сыртқа шығып келіп отырады. Ал банан әсерінен керісінше кальций жиналып сүйектерді қатайтуда қатысады екен. Бұл әсіресе кофе ұнататын адамдарға пайдалы. Себебі біле білсеңіз кофе керісінше ағзадан кальцийдің шығарылуына септігін тигізеді. Ішек микрофлорасын жақсартады. Банан құрамындағы ферменттер арқасында ағзаға тағаммен түскен пайдалы заттар әдеттегіден қарағанда жылдамырақ сіңіріледі. Іш қатуы бар адамдар үшін банан өте пайдалы. Әрдайым банан жеу іш қатудан мықты қорғаныш. Банан асқазандағы изжога секілді жағымсыз жағдайдан құтылуға бірден-бір себеп. Сонымен қатар асқазан жарасы. Банан жегеннен кейін ол асқазан шырышты қабатында қорғаныш қабатын түзеді екен. Диарея кезінде көмек. Диареядан зардап шегетіндерге банан жеу ұсынылады. Бұл жақсы қалыпқа келтіргіш жеміс. Көп жүзу физикалық жаттығулармен айналысып, спортпен айналысатындар үшін балтыр бұлшық етінің дірілінен сақтайтын қасиеті де бар. Себебі банан құрамындағы калий бұлшық етке оң әсер көрсетеді. Ісінулер. Бананды жиі жеу ағзадағы ісінулерден арылтады. Банан энергия көзі болып табылады. Егер спортпен шұғылданбас бұрын банан жеп алсаңыз, бұл жаттығулардың эффективті өтуіне септігін тигізеді екен. Себебі ағзада қант мөлшері көбейіп, энергия жаттығулардың соңына дейін жететін болады. Ас қорытылудың жақсаруына көмектеседі. Құрамындағы пектин және хелат тәрізді заттар ағзадан токсиндер мен басқа да зиянды заттарды шығарып, астың жақсы қорытылуына септігін тигізеді. Банан әйелдер үшін банан құрамындағы серотин және басқа да пайдалы заттар әртүрлі ауру симптомдарын жеңілдетіп, нашар көңіл-күйден құтылуға мүмкіндік береді. Анемия. Қан аздар үшін банан таптырмайтын тағам. Оның жұмсақ затындағы темір мөлшері айтарлықтай көп болуы. Анемиясы бар адамдар тағам рационына қосуға бірден-бір себеп болып табылады. Жүрек ауруы. Банан құрамындағы көптен көп қан тамырларындағы жағдайды жақсартып, инфаркт және инсульт пайда болу жиілігін азайтады. Сонымен қатар иммунитетті жақсы көтереді.